Ал достар, ассалаумағалейкум, сіздермен бірге тағы да мен, Нони, мен қасымда Бикул бар, Нұрас бар, және де Simple бар. Бүгін біз бұрында шыққан парашют челлендждің екінші бөлімін түсіретін боламыз. Кімнің парашюты ұзақ уақыт ауада қалқып жерге түсетін болса, сол бізде жеңімпаз болады. Соған от души тамақ алып беремін. Прям қалаған, кешке дейін қазір қарындарың ашады, прям не айтасыңдар, соны алып беремін мен. Нұрас, короче, 3000-ға дейінгі заттар алу керек, түсіндің ба? Түсіндің ба? 3000. Жеге, 3001 теңге болып кетсе есептелмей түсіндіңдер ғой. Үлкен супермаркетке кіріп жатыр, ішінде не бар екенін көреміз, сол бар заттардан 3000 теңгеге дейін зат алып, содан біз парашют жасайтын боламыз. Ал сендер лайктарыңды басыңдар, біз видеомызды бастаймыз. Кеттік, Жеге. Ал дүкеннің ішіндеміз, әркім өз әрекет етіп, бір-бірімізді көрмейміз, не алып жатқанымызды. Бастай қал, Жеге. Әркім өз телефонына түсіреді. Все, Мен кеттім, достар. Мен. Кетсеңдерші. Күшті заттар ол жақта, я. Менде бір идея бар да, идея. Парашюттың үстін бар ғой, ана парашюттың өзінің төбесінде шөрегі болады ғой. Соны мен бұл жолы кренкадан жасамайын, бұл жолы A4 қағаздан жасаймын, A4 қағаздан. Бірнеше A4 қағаздарды бір-біріне қосып, андай парашют жасаймын да. Көтек аны қасымда жүр ғой, нақта жоқ екен деп өтіріктен. Маған сол қағаздарды бір-біріне жабыстыру үшін мен мынандай клей сатып алу керек, жағатын мынандай. Осыны алдым, сосын маған қағаздың өзі керек. Міне ана жерде қағаздар бар. Мынау қандай қағаз? Міне дәл осындай керек, достар. Как раз түсті мына жерге, прикинь. Осындай әртүрлі цветтен бізде парашютымыз әдемі болады. Осыны алайын. Так, клей алдым, қағаз алдым. Маған енді скотч керек, және де парашютисттің өзін алу керек. Яғни адам бар ғой былай түсетін астында. Сол адамды табу керек. Оған біз бір жеңіл нәрсе табуымыз керек. Жеңіл. Достар, мен сауданы жасап болдым. Міне мына нәрселер бар менде. Қағаз, скотч, клей. Сосын мына ортадағы сары машалка, ол бізде адамның рөлін атқарады. Яғни парашюттен секіретін адам бар ғой, сол. Так, қарап шығайық бірінші. Мынаның бәрін айналып, қарап, не бар, не жоқ. Ең жеңіл зат алып алу керек бізге. Ең жеңіл зат 345 теңгеге мындай зат алып алдым. Ол основа грузик. Осыны төмен қарап байлатып, енді үстіне тек жеңіл бір ұстап тұратын зат алу керек. Мындай шпажка тауып алдым. Бұл шпажка не үшін алып жатырмын? Қазір далада ұшыратын боламыз, сондықтан жел қазір парашютты былай жабыстырып тауатса, жан жақта керіп ұстап тұратын основа ось болады. Сондықтан мынау енді үстіне тек салфетка тауып алсақ, или болмаса пакетик тауып алсақ, тем более жақсы болады. Ине жіп, енді в любом случае тауып аламыз қазір. Так, қарап отырған не зат бар, мен енді бұндай парашютты өмірімде жасап көрмегем, бірақ жалпы ондай затты бар екен білем. Міне. Так, бізде наяқтан мусорный пакет қой, қанша теңге екен ау? Біреуін өзі 799 теңге дейді. Тоқана 599 теңге. Мынау кішкентейлеу, Так, осындайды аламыз біз. Примерно керек заттар ол жақтан шығып жатыр ғой. Не іздеп алсын? Не аламыз? Менде қалтамда бір зат тұр, бірақ көрсетпеймін оны саған. Осыны лақтырасың. Дәуірсіңдер наяқта, мен аяқтан бір зат тауып көретім. Жіп керек болып жүр. Жіп па? Так, мынау ше, мынау ауыру кетеді. Осыны алдында жүктерсіңдер. Мынау тема міне. Мен сендер осыны кеңес берем алға, осыны алсыңдаршы. Міне, короче, мынандай алатын. Екі жағы как раз үшкір емес та, тесіп кетпейді пакетті. Достар, мына шамды таптым да мен мынандай ше, міне. Мынау тұрып штуктап сатылатын, бірақ мынау ауыр салмағы. Маған примерно нандайлар керек қой, обычный ше, простойлар ше. Осы мен алған заттарым мынау, қазір жіптің орнына пакеттен кесіп бірден істеймін. Мен алған заттарым осы енді. Жіпті қазір пакетті кесіп істейміз бұйырса. Қазір мен не алатынымды ойлап жатырмын. 3000 теңгеден асып кетпей керек или шығара алсам қате болып кете ме екен? Қарға үрлеп, типа как парашют можно да? Мен бір пакет алдым жаңа. Енді адам ретінде осы өшек саламын.
жегеймен вот қайшы алып отыр. Жіп жоқ екен жегей. Енді мен осы пакетті алдым, аны кесіп, бүктеп, в общем, жіп жасаймыз. Ал достар, біз заттарды алдық, бір-бірден тексереміз. Давай, Нұрас, заттарыңды өткіз, қараймыз қанша шыққан. 400 теңге. Так, не мынау? Пакет. Так, бізде мынандай свечи алған, пакет алған, сосын мынандай бір ағаштар алған, сосын скотч алған. 4 нәрсе ма? 1722 теңге. 1722 теңге. Ема сен 3000-ға дейін вообще біраз бар ғой, әлі? Білем бе? Болды ма осы ма? Болды. Болды. Нұрастікі 1722 болды. Бізде екінші Бикул. Давай, Бека. Сенде бірінші не нәрсе? Губка. Сен менен плагиат мынау. Тоже, брата. Видеода көресің. Менен қарамадың ба әйтеуір? Қарағандық. Давай. Жоқ, ол сенен қарамаған ол бар ғой. Ол ютубтан қараған ол. Так, 299 теңге. Не мынау? Общий қайшы. Қайшы. Мынаны негізі сен алдың, бірақ бұны бізде қолдан көтейін деп тұрып қой қазір. Общий қайшы. Иә, өткіз ал. Аха. Ема, қымбат қой қайшылары. Ема 650 теңге почти. Ойда. Так, скотч. Аха. Не ну? Ема ана өшіргіш, кішкентай өшіргіш сатып алған. Мынау адам ба, парашютистің ба сені? Мынаны қалтаңнан шығардың ба, не қылдың? Қай жерде болады? Ормайды ойын. Жоқ, бұны ормайды, наяқтанға пакет деп таңдаймыз. Далиян баса сал. Сонда менде итог Большой пакет. 1400 қарасай. Нұрасқа жетпейді біреген. Нұрасқа да жетпейді, 1457 дейді. Көріңдер ау жүктер. Бикол бізде пока рекорд қойды, ең арзан суммаға саталған екен, енді бізде Simple. Давай. Мен негізі арзан ба деп ойлап жүредім өзімдікін. Қымбатқа шығып кетейін деп тұр. Қымбатқа шығып. Мынау не мынау? Бұл баняға барғанда арқанға барғанда. Так, көрек ал. Аха. 700 теңге дейді, нормально. Жоқ, бұл мен не істейін деп жатыр, достар, біреуді ұрайын деп жатсың ба, не қылып жатсың? Мынау не? Так. Ема теннистің анда не ғой мынау? Добы ғой? Бұл қанша? 500 дейді. И соңғысы мынау. Пакет? Ұрдың ба? Мусорный пакет. 1800 дейді, достар, 1833. Араларында ешкім 2000-ға жеткізген жоқ, прикинь. Құрметті достар, менің заттарым скотч біріншісі. 347 теңге. Сосын бізде мынандай мочалка. Жеп жеңіл. Бұл неге екен білесің ба? Неге? Парашютист қой ол. Так, арзан, клей бар. Аха, 1000 теңге. Мен рекорд қойын деп тұрмын ба не? Онда мен қағазым қанша болады екен? Мынау соңғысы бізде қағаз разноцветный. Не көресің? Қандай қағаз ғой? Так, тұрды. Ема, рекорд, прикинь. Ема қағаз. 70 теңге ма қағаз? 70 теңге шығарып тұрмын. Достар, бізде 69 теңге мынау разноцветный қағаз, прикиньте, мынау полностью альбом. 69 теңге. Мен рекорд қойдым, достар, ең аз бағаға сатып алдым, қараңдар, 1122 теңге. Менікі ең қымбат шығайын. Сенікі ең қымбат 1800 болып кетті ғой. Достар, біз заттың бәрін алдық. Енді Абу-Дабидің қасына линейный паркқа келдік. Осы жерде әдемі осындай видте, міне ана жерде Абу-Даби тұр, ана жерде Европа Сити тұр, ана жерде күн батып жатыр. Маған мынау өтет бар ғой, мынау дейін, мынандай. Осыны алып сурет саламын, отырсам өйтіп. Не ол деп тұрайсың? Бүйтіп ал, ана қызға өйтіп. Мен алғанмын ғой. Қараш, жараса ма? Ал жігіттер, барлықтарыңа сәттілік. Мен ұтам деген ойдамын. Аха, ұтасың. Сен ба ұтатын? Иә. Мен ұтасың. Сен ба ұтатын? Бека, домалақ кесет. Ұтпайсың ба? Ема, самооценкаң мықты екен негізі. Сен ұтасың ба? Жоқ. Ема, не бөлесіңдер сендер? Қазір көрсетемін. Өткенде мен парашют бұндай жасап көрмегенмін. Мен Вьетнамда парашютпен секіргенмін мен, Вьетнам. Қазір көрсетемін қандай болды. Кеттік ал, жасаймыз, иә. Мен де өзім заттарымды алайын яқтан. Достар, қараңдар, бізде не болып жатыр? Менің парашютымның үстіңгі бөлігі, кәдімгі парашюттың өзі. Міне мына жақта балдар істеп жатыр, мына жерде бір пленкадан мынау бірдеңе киісе алмай жатыр. Спичка көрші, киіндірейікші бүйтіп. Киісе алмай жатыр ана Нұрас. Мына Бикул бізде осындай бір парашют жасап жатыр. Бәрі өткен кеткен бәрі қарап отыр типа. Сол ғой, иә. Қайдан білсін бізде миллион подписчик бар екен.
Достар, біз келесі күнге телепорт болдық. Өйткені бізде күн қараңғы болып кетті да, парашют бізде көрінбейтін болғандықтан съемканы тоқтатып, ертеңінен тағы да жиналдық. Сол үшін сендерден лайк күтеміз, достар. Бізде қазір түскі уақыт, Астанада плюс 35 ыстық. 35 градус деген маған салқын ортан келген. Тәм локацияда болдық. Анаяқта локацияны қарасаңдар. Міне мынаның үстінен, немесе мынаның үстінен қазір парашютты лақтыратын боламыз. Өте биік жер, әдемі. Секундомермен есептеп. Әуелі GTA-дағыдай мотоциклмен шығамыз үстіне. Ал достар, кішігірім обзор жасап жіберейік парашютымызға. Кәне, Бека, сен өзіңдікін көрсетші кәне. Бізде Беканікі міне мынандай, осындай пакетті кесіп, содан жіп жасап, мына жерге мынандай губка қойып қойған. Адам ретінде. Нұрастікі бізде. Менікі бит таяқпен кигізе салсын да. Менікі енді ойдағындай болған жоқ. Ояққа біраз нәрсе керек болды да. Мына үшеуінікі білмеймін қақтан қарап алғанын. Бір жерден қарадыңдар да соны. Үшеуінікі бірдей енді. Қазір үшеу конкурент болады, менікі енді айта алмаймын. Алып бара тұр қазір, ауыр ол. Енді Simple-тікі достар, қараңдар, мұны вообще топ енді. Ема, қалай істеген бұны? Идея қайдан келді? Нақаду келді ма? Нақаду келді. Ема, базар жоқ. Менікі міне мынандай достар. Үсті бізде разноцветный мынандай қағаздар. Жіптің орнынан деген, енді қолданғандай айтсай. Жіптің орнына скотч қолданғансың ғой, міне. Міне осындай, менде де мына жерінде бізде жеп-жеңіл мочалка мынандай. Енді ол бейкулдікі да сондай болып шықты. Біз мына жерден лақтырамыз. Міне мынаның үстінен, мына бұрыштан лақтырамыз. Кім бірінші бастайды? Мен бірінші бастаймын. Да, Бека бірінші бастайын дейді. Ал достар, бізде жел тоқтады. Бека бізде секундомермен тастайды. Ал есептейміз. Сен 3 деген кезінде мен басам. Давай. Кетті. Ема! Еманы кетіп баратыр. Кетіп баратыр аны, ей. Қайықта. Міне. Еманы қайтсан келе жатыр ғой, прикинь. Дроп сұватыр, дроп. Airdrop қой. Airdrop қой. Победа қонан. Технология! Еман, секундомер не болып жатыр бізде? Ауада тұр, ауада тұр, Бека. Ауада тұрды. Бастым, ема. 40 секунд. Бека, 40 секунд. Технология. Ей, Джеги, мен мына жерде ауада тұрғанын көрдіңдер ма? Бит провода. Короче, 40 секунд па, мен қазір бір 3 секундта түсіп. Ема, міне Беканың парашют Джеги 40 секунд. 83 миллисекунд. Сенге почти 41 секунд, Бека. Мықты. Қала Мадрид дейді. Тіз. Астыға. Неге арқары ұшып кетіп қалмаса болды. Аспаға кетіп қалып. Енді Simple-тікі да мықты достар, бірақ Беканікіне жете ма білмеймін енді. Ема, достар, қараңдар, 40-та 83. Ал достар, енді біз Нұрастың парашютын көретін боламыз. Давай. Кетті. Ема! Ей! Циркулятор. Давай, Шыда, Нұрас. Ема, бастым. 17 секунд. Ема, екеу бір жерге қонған ғой. 17 секундтың өзі жақсы ғой, Нұрас. Нормально. Ана соңғы айында ағаш майысып кетті да, ауа кірмей қалды. Былай нәмін сөйтіп. На. Сенкі енді патологенді, е. Ауада тұр ғой мен жерде. Үшінші лақтыр жүрейін. Бұл жерде арасында экшн қосып берейік. Ау. Экшн қосып керек болып Менікі анандай парашют жүктеп билесіңдер де, короче. Қайтта сау боласың ба? Билесіңдер де, не? Жиналмауы парашют. Сау бола бересің ба? Абыларында жүре береді. әдемі бұл. Сенікі енді мына жерде ауада қатып қалғанына таң қалдым мені. Ал бізде Simple-дің парашюты, давай. Тоқта, жел. Давай. Ема, кетті анау, Кетті, ема. Ай, ё-майо. Ілініп қалған ғой, прикинь. Сәл жыртылып қалған жері бар енді. Жамап жібереді ғой, Тау кетті, қайтадан лақтырамыз. Simple-дің парашюты екінші попытка. Кетті. Ема, әдемі келатыр, Блин, соқпа. Ай.
нормально. Ұшып кет. Хорош, ұшып кетті. Жоқ, талға тимейді. Ема, ауада тұр. Тиме талға. Ой, сорлы. Ал достар, біз Simple-ға 3-ші мүмкіндік беріп жатырық, давай. Кетті ал. Тиме. Әдем. Мықты. Секунд номер 10 секунд. Айтпаңдар я. Айтпайық неше секунд болғанын. Көресің видеода. секунд қой, прикинь. Ожидание реалист болды да. Бәрімізден парашют қана барады. Болды онда, достар, короче, Simple-да бізде 10 секунд 25 миллисекунд скрин жасаймыз. Міне, енді менікі, достар, қараңдар. Мен енді ең соңғы болмауға тырысам, достар. Енді Беколдың несін мен ұта алмаймын. Қалған кеуі да Нұрастікі 17 секунд. Менікі парашютым одноразовый болдың аласында енді бүйтесің. Одноразовый быт шықты. Одноразовый. Ең бастысы, достар, мен Simple-дан ұтылып қалмауым керекпін. Топ 3-ке кіруім керек. Мен енді 10 секунд 25 миллисекундтан ұзағырақ тұруым керек қой. 3,5 секунд. Болды, көреміз. Технология. Менікі болмай қалды. Ал, құрмет достар, дайынсыңдар ма? Ең соңғы менің парашютым, достар. Секундомер дайын. Жел тоқтағанда сана. Кетті. Әдем. Бастым. Мен Бега. Қарасай кел. Арзы бега. Ема, достар, мен ең соңғы оқып қалдым ба не? Мә, достар, мен соңғы оқып қалдым. Жоқ, айтайын ба, сен парашютын дұрыс жасалмаған бар ғой. Бүйтіп, типа, сразу мынандай тік қағаз ғой. Шамалы мынандай болу керек қой, былай сияқты. Жоқ, мен сол жандарым бүйтіп майыстырам деп ойлағам, негізші. Сол майыстырмаппын ғой. Жоқ, скотч вообще қате болды. Иә, жіптің орнына скотч Пакет алса керек. Пакет дұрыс. Иә, достар, ема. Бірінші орын бізде Бека, екінші орын бізде каким-то образом Нұрас болып кетті. Үшінші орын Simple, мен көтінші орынмын. Йо-майо. Сіз алдыңғы жаста бірінші орын алғасыз. Я, достар, мен парашют челлендж бірінші бөлімде бірінші орын алғанмын. Бұл жолы ең соңғы орын алдым. Хотя бы екінші орын алам деген үміт болды менде. Зато интрига болды, достар, да? Кімдікі қалай Мен Simple-ді бірінші орын, екінші 3, мен 4 болам деп ойлағам ғой, сөйтсем бүйтіп шатасып кетті ғой орындарымыз. Беколдың парашюты енді мә сұмдық енді. Айтпа, ауада қалқып тұрады ғой, ё-моё. Ауада құстар сияқты тұрады ғой, құламайшы. Я, достар, өте қызықты контент болды біз үшін. Сендерге де қызық болды деген ойдамыз. Лайкты аямай басыңдар, комментарий жазыңдар, балдардың каналына жазылыңдар. Келесі видеода көріскенше, достар, қандай челлендждер түсірейік, тағы да комментарийге міндетті түрде жазыңдар. Осы видео 25 000 лайк жиналса, осы Банбендондың есін сыйлаймын. Қасына бонусқа мусорный пакет. Міне. Легендарный парашют жігіттер. Достар, 20 000 лайк жинайтын болсаңдар, самолет челлендж түсіреміз. Қолдан самолет жасап, соны ұшыратын боламыз. Таудың арасына барып, сондықтан 20 000 лайк аямай бассаңдар. Сол, достар, сау болыңдар. Келесі видеоларда көріскенше. Апорт бойынша.